Білім және ғылым министрлігі қазір мемлекеттік гранттарды мамандықтарға емес, білім беру бағдарламалар тобына бөледі. Неге? Балалар, оқушылар бұрынғыдай мамандықты ғана таңдай алмайды. 120 бала бірнеше мамандық біріккен топқа түссе, бәрі бір ғана мамандық таңдап кетуі мүмкін емес пе? Бұрын тек мамандыққа бөлінетін еді гранттар. Қазір оны білім беру бағдарламалар тобы деп бөлді, себебі ұқсас мамандықтарды бір топтың астына жинастырды. То есть барлығы бір топ бола алмайды олардың. Ұқсас мамандықтарды, мысалы ақпараттық технологияға байланысты мамандықтарды 4-5 мамандық бар болса, соларды ақпараттық технология деген білім беру бағдарлама тобын жасатты, соның астына қосып жіберді. Не үшін? Өйткені әр университет өзінің бағдарламасын жасауы мүмкін да. Мысалы айтады, жаңа шығып жатқан мамандықтар бар, data science дейді, тағы басқа дейді. Олардың бәрі аттары көп, балалар шатасып қалады. А егер оның барлығын бір білім беру бағдарлама тобының астына жинайтын болса, балаларға да оңайырақ болады да бұл. Бұл керісінше көмектесу ғой балаларға. Иә, балаларға көмектесу деп ойлаймын. Бірақ әр университеттің ішіндегі таңдайтын мамандығы әртүрлі болуы мүмкін. Сол үшін қай университетке түсетініңізді қарау керек. Мысалы, жаңа ақпарат технологияларды Сүлейман Демирел университетіне түссеңіз, басқаша оқуыңыз мүмкін. КБТУ-ға түссеңіз, басқаша оқуыңыз мүмкін. Өйткені екеуінің бағдарламасы бөлек болады да өзінің. Жаңа Саясат мырза айтып отқан бір жағы ол еңбек нарығының қанша маман керек, соған қарай грант санын шығару керек деп жатыр ғой. Екінші бір жағы бар, оқушылар, жаңа талапкерлер тарапынан сұраныс бар ма? Мысалға, бір мамандыққа 700 грант бөлген, 200 адам тапсырғанда, то есть халық білмейді, немесе сол балаларға түсіндіру жұмысын жүргізу керек соған қарай. Екінші жылы нақтайтыңызшы, қай грантқа 700 грант бөлген, бірақ 2 жыл. Мысалы, химиялық инженерия деген. 600 грантта, 700 грантта бөлген, 200 адам тапсырады. Тапсырған бәрі грантқа түседі. Келесі жыл қарайсың, одан да көп грант бөледі, бірақ тапсырған адам саны тура сондай да қайттан, 200 адам. Мысалға, немесе балық аулау, балық шаруашылығы болуы мүмкін. Оған маркетингтік зерттеулер жүргізуге болады. Қай жақтың балаларына, мүмкін Атырау, Ақтау жақтың балдары көбірек барады шығар. Соған қарай направление жасау керек шығар. То есть мына жақтан сұранысты зерттемейді да, оқушылар жағынан кім барғысы келеді, барғысы келмейді. Жаңа университеттердің өзгеру туралы айтып жатыр ғой. Негізі барлығы университет оқу керек деген шарт жоқ. Асқар ағамыз жаңа айтып кетті ғой. Бізде Қазақстанда өкінішке орай колледждердің деңгейі өте төмен, ол төмен қалып қойған. Негізі қазір университетте оқып жүрген студенттердің көбісі деңгейі ол колледждің деңгейі да. Колледжде оқу керек балалар. Бізде университетке көп грант бөлінеді да, халықтың барлығы, почти барлығы университетте оқиды. Сөйтіп университеттің деңгейін төмендетіп жіберген. Университет көбірек ғылыммен айналысу керек. Терең сол саламен айналысатын адамдар оқу керек та жалпы. Ал колледжде жаңағындай мамандық иесі болатын, тезірек жұмысқа кірісіп кетеді, кәсіпке кірісіп кетеді, сондай мамандықтарды оқыту керек. Жаңадан шығып жатқан тез ауысатын мамандықтар ол колледжде оқыту керек, және мерзім азырақ болады да. Және университеттер уже өзгеріп жатыр қазірдің өзінде. Мысалы, нархоз университеті 2 жыл оқытып, 2 жыл уже сразу практикаға кіріспекші. Сол сияқты өзінің биыл жаңа бағдарламасы шығып жатыр. Немесе университеттер мынандай нәрсе қосып жатыр, кейбір сабақтарын курстарға беріп жатыр нарықтағы. Мысалы айтады, IT-ге байланысты кейбір нелерді мұна курс оқытсын дейді. Осыдан оқытып сертификатыңды алып келсең, бізге оқыды деп жарайды дейді. Ол әлемде бар практика. Курсерадан нелерден оқып алып, мен мына университетте оқыдым деп айта алады да, белгілі бір кредиттерін жаптым деп айтады. Сол сияқты ол да университетте оқу мерзімін азайтады, тезірек нарыққа араласуға да жаңағы. Мысалы, жаңа айттыңыз ғой, 2 жыл оқиды, сосын 2 жыл практика деп. Бұл қалай сонда нархозда? Енді енгізбекші осы бағдарламаны мен жақында сөйлескен кезімде. Олар бізде көбінесе 4 жыл теория оқи береді. Практика деген ең соңғы 4-ші семестр, 4-ші тоқсанда соңғы семестрде деген сияқты ғой. Оны олар көбірек уже неге айналатын, белгілі бір кәсіптермен не жасап, сотрудничество жасайды да, сонымен әріптестік жасап. Қанат мырза, сіздер енді балаларды жоғарғы оқу орнына, сіздер де балаларды жоғарғы оқу орнына дайындайсыздар, иә? Біздің балаларды алайықшы, мысалға, бала оқуды бітірді, ұбт-ға дайындалады. Олар біздің балалары, қазақтың балалары мамандықты қалай таңдайды? Мен енді бұған байланысты. Әке-шешесі айта ма, өз таңдайды ма, жоқ орта ма, арманы ма? Біз қазіргі балалар қалай таңдап жүр? Мен тура сол саланың дәл ортасындамын, ішіндемін. Мыңдаған оқушымен тікелей ата-анасымен де сөйлесем. Бұлай бір-екі мысал айта кетейін. Мысалы, өткен жылы бір қызбен сөйлессек айтады, мен университет бітіргеннен кейін күйеуге шығам, күйеуге шыққанда қайда шығатынын білмеймін. Сол үшін мұғалімдік таңдаймын, кез келген жерде мұғалімдік бар дейді. Мысалға. Логика. Негізде бұл дұрыс логика, негізі ойлап қарасаңыз. О не жаман оның? Айтқым келгені, белгілі бір мамандықты жақсы көргендіктен емес, ситуацияға байланысты. Немесе әртүрлі байланысты. Біз айтсақ, мысалы, мына мамандық жақсы, болашағы зор, білмеймін жаңа деп айтсаң, мамасы айтады, қой балам, біздің ауылда ондай мамандық жоқ, естігім,
дейді да, мысалы солайынан қоя салады. Енді мен не үшін айтып жатырмын? Бізде ата-аналарда да, оқушыларда да білетін мамандықтар саны өте шектеулі. Білетіні қандай? Ол мұғалімдік, дәрігерлік, журналистика көріп жүрген жаңағы, әнші, жаңағы күйші болам деген сияқты телевизордан көріп жүрген мамандықтарын білет. Қалған мамандықтар туралы хабар жоқ. Біз үлкендер айтамыз, жүрегін қалаған, жақсы көретін мамандығын таңда дейміз да, бірақ бала бірінші ол туралы ақпарат болмайынша, білмейінше оны жақсы көре алмайды. Даже білмейтін нәрсесін қалай жақсы көреді да ол. А бізде жаңа 97 білім беру тобы бар, оның білетіні 10-нан аспайды. Қалғаны просто қалғанда, то есть ол туралы хабар жоқ. Біз не істеп жатырық ЖО кезет ретінде, соларды көбірек ақпараттандыруға тырысып жатырық та. Мына мамандық бітірсең қай жерде жұмыс жасайсың, кім боласың, айлығы қандай болады. Даже біздің приложение кіріп көрсеңіз, қазіргі актуалды HeadHunter'да айлығы қандай, қай жерде жұмыс жасауға болады, қаяқтан жұмыс табуға болады, соның бәрін көрсетеміз да. Сол арқылы балада сәл түсінік қалыптассын деп. Кім бола алатын? Сіздерге мысалы міндетті түрде 11-ді 9-ды бітірген балалар бару керек па, жоқ әлде 5-ші 6-шы сыныпта жүрген балалар не істеуге болады? Оларға қалай мамандық таңдауға көмектесуге болады? Енді негізінде бұны мемлекет қолға алу керек нәрсе ғой, кәсіптік бағдар деген. Бірақ біздің жасап жатқанымыз көбірек жоғары сынып оқушыларына арналған. Ал бірақ мемлекеттің қазір жасалып жатқан кәсіптік бағдарының примерін айтайын сізге. Бізде облыстық білім департаментінен білмеймін тендер жарияланады, біреу ұтып алады, сосын оны мектептерге мәжбүрлі түрде жаңағы тест таратып, несін отчетін шығарады да, акиматқа отчетін береді. Сонымен кәсіптік бағдар болды деп санайды да. Балалар қатысы жоқ, ана жақта не болғанын білмейді даже. Мына жақта тек отчет берсе болды, соны біз кәсіптік бағдар деп санаймыз. Қазіргі өтіп жатқан кәсіптік бағдар сол бізде. Осы мамандық таңдасам кім болам, не болам, қандай мүмкіндігі бар өмірде, қайда бара алам, жалақым қалай болады? Мына ЖО кезеттің қазір атқарып жатқан жұмыстары өте керемет жұмыстар. Мен айтайын, соңғы осы 1-2 жылда әлдеқайда бұрынғыдан жақсарды деп айта аламын ұбт-да. Бұрын енді қазір камерамен электронды неге өтті, жаңа компьютерлік форматқа өтті ұбт. Сол арқылы әр адамның өзінің бір камера, бір проктеринг жүйесі қадағалап отырады. Ол жерде белгілі бір тыйым салынған заттар қолданатын болса, сразу байқалады деген сияқты. Бұл әлдеқайда азайтты десек болады. Бұрынғыдан қарағанда өте қатты жақсарды. Оны неден білуге болады? Бірақ бәрібір бар ғой. Бар деп ойлаймын, бірақ мен ондай дәлелім жоқ, ешқандай мынақты мына адам деген. Оны қайдан көруге болады? 2019-дан 2020 жылдағы ұбт-ның нәтижелерін қарайтын болсақ, көптеген мамандықтарға грантқа түсу балы 10-20 балға дейін төмендеп кетті. Бұрындары көбісі көшіріп өте жоғары бал болатын еді. 25-140 балды. Иә, солардың көбісі 100, білмеймін, 90 балға дейін әлдеқайда төмендеп кетті да. Бұл білім сапасының төмендеп кеткендігі емес, көшірудің азайғандығы, өйткені білім сапасы примерно сондай еді. Бізде енді онлайн білім беру осы өткен жылы ғана, жылдың соңында ғана басталды ғой, жаңа пандемиядан басталды. Біздегі онлайн білім беру ол кішкентай ғана әлі, көбісі тек осылай болу керек екен ғана деп ойлайды да. Негізі менің ойымша алдағы 3-5 жылда қатты өзгереді деп ойлаймын. Біздің көрген жақсы нәтиже шықпай жатқан болса, қазіргі онлайн білім беруде бұл нашар екен, онлайн білімден бас тарту керек деген түсінік емес. Наоборот, бұны әрі қарай дамыту керек, көбірек өзгереді деп ойлаймын. Қатты өзгереді. Мүмкін қазір нарықтағы онлайн білім беріп жатқандардың көбісі жоқ болуы да мүмкін. Жақсы, бұл лобби болып. Бірақ бір кемшілігі офлайн мен онлайн айырмашылығын айтайын. Офлайндағы жаңа тақтан алдындағы мұғалім бүкіл оқушының қандай әрекет жасағанын қадағалай алмайды. Бірақ алгоритм компьютер data driven болатын болса, то есть кім не істеген бәрін қадағалап, соған қажетті контентті бере алады да онлайн арқылы. Онлайн деген түсінік бізде мына басты мониторға салып қойсақ, онлайн екен деген ол қате түсінік. Бізде қашықтан оқыту мен онлайн. Иә, қашықтан оқытуды біз онлайн деп санап жатырмыз да. Әрине солай салыстыратын болсақ, Асқар ағаның айтып отқаны дұрыс, оны живой берген тиімдірек. А бірақ онлайнның өзінің артықшылықтары бар, ол көбірек мәлімет жинап, сол мәлімет негізінде әрі қарай білім ұсыну да. Мен айтар едім, жаңа бүгінгі тақырып мамандық таңдау ғой. Мамандық таңдауға байланысты мен оқушыларға көбірек мамандыққа емес дағдыға көңіл бөлу керек деп айтар едім. Өйткені дағдының да бір тарқатып түсіндіріп жүрсеңіз. Иә, мен дағды дегеніміз қабілеттер. То есть белгілі бір қабілеттер ол әртүрлі мамандыққа сәйкес келе беруі мүмкін. Мен математикадан жақсы болсам, и финансист та болуым мүмкін, и математикте, и айтишник те болуым мүмкін. Менің маңызы ол аналитикалық ойлау қабілетім дейді да көбірек. Или сол есепке жүйрік болуым дейді да. Сол үшін дағдыға көңіл бөлу керек. Қазіргі заманда ең қажетті қандай дағдылар дейтін болсақ, менің ойымша ол біреуі жаңа нәрсені тез үйрену, адаптивтілік қабілеті деп айтар едім. Өйткені тез өзгеріп жатқан заманда жаңа нәрсені тез үйреніп алу, өз бетінше тез үйреніп алу қабілеті өте маңызды. Өйткені біздің үйренген мектепте оқыған, университетте оқыған нәрселеріміз 5-10 жылдан кейін или 2-3 жылдан кейін керек емес болып қалуы мүмкін. Тез үйреніп кете алу керек біз.